Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 5-ші сабақтың тақырыбы ана тілім ардағым және сөйлеу мәдениеті. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта біздер белгілі бір тақырып аясында әңгімелесуді, сөйлемдерді дұрыс құрауды және мәдениетті сөйлеуді үйренеміз. 20-шы тапсырма: ана тілі дегенді қалай түсінесің? Сұрағына өздерің сияқты балалардың берген жауаптарын оқып көрейік дейді. Балалар, жауаптарды мұқият оқыңыздар, Сабырдың жауабын оқып шығыңыздар, Күләштің жауабын оқып шығыңыздар, Ерланның және Сымбаттың жауабын оқып шығыңыздар. Және қай жауап саған көбірек ұнады, себебін дәлелде дейді. Енді балалар, қараңыздар, егерде Сабырдың жауабы ұнаған болса, жазамыз: Сабырдың жауабы ұнады.